Сәлем достар, өткендегі видеом 60 мыңнан астам қаралым жинады. Ол мені шабыттандырды және мен дәл осы әңгімені айтуыма себеп болды. Ендеше құлақтарыңызға құлақ қапты тағып, немесе телефонның дауысын ұлғайтып, өздеріңіз бір қызметпен айналысып жатып, осы видеоны тыңдауға немесе көруге кеңес беремін. Бұл әңгімені менің әріптесім айтты. Жасы 30-дан енді асқан, 3-4 жыл бұрын орын алған оқиға. Pringles деген чипсиді білесіздер ме? Өзі қымбаттау чипсі ғой, күнде ала бермейсің. Сол чипсімен сыра ішейін деп барға барады, сол менің әріптесім. Сөйтіп ойланып, жұмыстан шаршағанын басайын деп ойланып отырса, артынан бір адам қарап тұрған сияқты болады. Бүйтіп қарап еді, бір әйел, жасы 35-40 шамасында, қарап тұр дейді сол менің әріптесіме. Сосын мен саламатсыз ба деп айттым, таныспыз ба деп. Жоқ, таныс емеспіз деп, ол мені әңгімеге тартты дейді. Сөйтіп менің мақсатымды сұрады, өзінің немен айналысатынымды сұрады, өзінің бизнесі жайлы айтты. Сөйтсе, дәл сол бардың иесі сол әйел екен. Сол басына кірген кезде ана VIP залда отырған, VIP залдан сол менің әріптесімді көргенде соның қасына келген. Сөйтіп әңгіме барысында ол айтқан екен, әлгі әйел, сен менің күйеуіме қатты ұқсайсың деп. Сосын мен ойладым дейді, күйеуі қайтыс болған ба деп, иманды болсын деп айттым. Жоқ, бірақ ол айырылысқан екен. Сөйтсе оған себеп ер адамның бедеулігі. Бала болмаған. Сөйтіп күйеуі депрессияға түскен. Ол әйелін айтқан, сен жақсылыққа лайықтысың, сен бала тап, сен өзіңнің өміріңді жақсы жаққа өзгер, сен бақытты болуға лайықсың деп. Сөйтіп әйелін жіберген. Енді ол әйел айтқан, давай онда біз бала асырап алайық, давай не етейік деп. Сол күйеуі қатты депрессияға түскен, одан бас тартқан, сөйтіп өз бетімен кеткен. Арада бірнеше жыл болған, байланыс жоқ. Енді сол мен бірақ күйеуімді қатты жақсы көремін дейді. Мен бірақ оны тоқтата алмадым дейді. Сосын сені көріп мен күйеуім келді ма деп ойлап қалдым да, қуанып келіп едім, бірақ ол емес болып шықты дейді. Сөйтіп әңгіме барысында ол өзінің бизнесі қалай бастағанын айтады, сондай жақсы әңгімелер айтады, енді танымдық әңгімелер. Бір уақытта ол маған мына нәрсені ұсынды дейді. Kia Rio 2016 жылға. Су жаңа. Соны сенің атыңа оформлять етейік депті. Сосын мен сұрадым, жайша ма деп. Давай сен маған бала жасап бер деген екен, әлгі әйел. Сол менің әріптесім. Мен ойланып қалдым дейді. Бұл мен түсім ба, өңім ба деген дейді. Сосын айттым, жоқ, мен үйленгенмін, мен бала шағам бар, мен ондай болмайды деп апайға қойыңыз деп айттым дейді. Жоқ, ол сен маған көмектес, мен сенің артық обязательство жүктемеймін міндетіңе. Сен маған тек мен өзімнің баламды, өзімнің күйеуіме ұқсағанын қалаймын деді. Сен түрің точ аумайды дейді содан. Давай онда, сен қиын емес қой саған. Мен саған қаласаң үй берейін, қаласаң көлік берейін, ақша берейін. Маған көмектес дейді да бала тууға. Бірақ менің әріптесім бас тартқан одан. Сонда бұл әңгімені несімен айтпақпын? Бір балаға зар болып жүргендер қаншама. Өзінің баласын өзекке теуіп, тентіретіп жүргендер қаншама. Біреулеріңізге мүмкін сабақ болар, мүмкін осы баланың қадірі деген нәрсе бар да, баланың қадірін білу, ұғыну, ол өте үлкен кайфты. Сенің ақшаң болу мүмкін, сенің байлығын, сенің мәңсабын бәрі болу мүмкін, бірақ баланы ол екінің біріне бұйыра бермейді. Сондықтан егер өзіңіздің балаңыз болса, аялаңыз, ал егер баланы сұрап жүрсеңіз, онда дұға тілегіңіз қабыл болсын. Сіздермен болған санат, жақсы адамдардың санатында бол. Егер әңгімем пайдалы болса, онда лайк басып пікір қалдыр және арнама тіркел, жақсы видеоларды күт. Өзіңнің пікіріңді күтем, келесі көріскенше.